Қазақстандық жас кәсіпқой боксшы WBC-дің жастар арасындағы чемпиондық белбеуінің иегері Сұлтан Заурбектен еш хабар болмай кеткен еді. Енді міне бұл боксшымыз қайтадан жарыққа шықты. Оның қашан кіммен кездесетіндігі туралы ақпарат жоқ. Бір анық ол қызу жаттығу жұмыстарына кірісті. Сұлтан соңғы рет рингке өткен жылдың 16 желтоқсанда Алматы өткен бокс кешінде шыққан еді. Сол жерде ол қытайлық боксшы Лешан Лиді ұтып, WBC вакантты белбеуін ұтып алған болатын. Содан бері Сұлтан біраз уақыт үнсіздікте болды. Оның үстіне пандемияда оның жекпе-жектер өткізуіне кедергісін тигізді. Сондай-ақ атақты боксшы ауыр салмақтағы әлем чемпионы Энтони Джошуаның жақсы танысы. Осыдан бір жыл бұрын Джошуа өзінің Твиттердегі парақшасы арқылы қазақ боксшысына сәлем жолдаған болатын. Онда ол: «Мистер Сұлтан Заурбек, сенде бәрі дұрыс деп ойлаймын. Саған сәттілік тілегім келіп тұр. Жинақы болып қала беріп, жұмысыңды тоқтатпа. Ал қалғанын өзің білесің. Әлем чемпионы атақтары да жақын қалды. Сені Құдай қолдасын» деген бейне жазба қалдырған еді. Бұл жігіттердің құқығы МТК Global промоутерлік компаниясына тиесілі, сондықтан бір залда жаттығып жүріп таныстық орнатқан секілді. Жақын күндері біз Сұлтанның жаңа жекпе-жегі туралы хабар алып қалармыз. Ал сол МТК Глобалдың тағы бір боксшысы Жанқош Тұраровтың да жекпе-жек өткізгеніне біршама уақыт болды. Тұраровта кездесу жақын деген сөздерін айтқаны болмаса, нақты еш нәрсе бізге жеткізбеуде. Мен білетін болсам, ол шет елдегі, нақтырақ айтсақ МТК Global ұйымдастырып жүрген кештердің бірінде өнер көрсетуі ғажап емес. Бұл Ұлыбританияда болатын шығар. Ал әзірге ол мынадай бейнебаянды бізге ұсынып отыр. Ұлтарманын орындап Қазақстанның алты қырдан атағын нәрі сарайы. Қарсы алыңыздар, Жанқош Тұраро. Ал енді қысқаша ММА жаңалықтарына кезек берейік. Қазақстандық жас жауынгер Сәбит Жүсіп Мәскеуде 9 қыркүйекте өтетін Fight Nights және GFC ұйымдары бірге өткізетін Абдулманап Нурмагомедов еске алуға арналған турнирінде өнер көрсететін болды. Оның қарсыласы ресейлік Александр Лунев болмақ. Бұл қарсылас аса танымал емес, десе де октагонда 6 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Сондай-ақ осы бір кеште тағы бір мықты проспектіміз, болашағынан зор үміт күтіп отырған сақа спортшы Мұратбек Қасымбайдың да өнеріне тәнті боламыз. Қасымбай Мұхаммед Эминовпен жұдырықтасатын болды. Қазақстандық жарақат алған Ахмет Балкизовтың орнына шақыртылды. Бұл жекпе-жекте чемпиондық белбеу сарапқа салынатын болады. Демек Мұратбек үшін ресейлік лиганың чемпионы атанатын керемет сәт туындады. Бұл кештің басты жекпе-жегінде тағы бір қазақ бауырымыз Дәурен Ермеков Минеевпен 2-1 чемпиондық белбеуге таласады. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк сізден болсын. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бейне материалды түрлі әлеуметтік желі арқылы таратуды да ұмытпағайсыздар. Тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңістері көп болғай.